қазақшаға аударылып айтылған. Мен және менің отбасым барлығымыз бір күні зоопаркке баруды ұйғардық. Зоопарктен керемет жануарларды көреміз деп ойладық. Кейін бір адаммен сөйлестік. Ол барлық жануарларымыздың жақсы екенін айтты. Біз барлығын көріп шығуға бел будық. Содан кейін мен әртүрлі машинелерді көрдім. Бір күні мен біреуіне қарадым, онда кілт тұр екен. Содан мен жаймен барып терезесінен қарап көрмекші болдым. Қарадым, ол жерде жылап жатырған мысықтар тұр, олардың халі өте нашар екен. Мен жүрегім қатты ауырды. Одан кейін анам мен әкем бір машинені көрді. Оның ішінде әртүрлі жануарлар қиналып жатыр. Және де біз басқа да жерлерге бардық. Бір кезінде бір жылқыны көрдік. Ол жылқының халі өте нашар екен. Біз бардық. Сол кезінде мен оны қатты аяп кеттім. Оның халі басқаларынан қарағанда өте жаман болды. Мен жыладым, оны қатты аядым. Оның жаралары өте көп болды. Қалайша бұлай болуы мүмкін? Адамдар қалай қатыгез болады дедім. Одан кейін біз бұл жануарлардың барлығын дұрыстап асырауға бел будық. Кейін біз жаңағы адамға барайық деді әкем. Сосын сөйлесейік деді. Анам да дұрыс айтасыз, полицияға хабарласамыз деді. Кейін біз жаңағы үйге кірдік. Үйге кірген кезінде бір әже шықты. Сосын ол әже бізге барлық оқиғаларды түсіндіріп берді. Сендер кетіп бара жатқан кезінде бір бала бар еді. Ол бала барлық жануарларды асырап алған. Ал мен оның бәрін терезеден көріп тұрдым деді. Сосын сендер оны полицияға қамап барлық жануарларды алуларына болады деді. Сосын әлгі әже полицияға хабарлады. Барлық жануарларды біз жануарлар үйіне апардық. Олардың халдары өте жаман болды. Тіпті жүре де алмадым. Одан кейін қазіргі уақытта кейбір жануарларды мен өзім асырадым. Мысалы, мысықты және басқа жануарларды қорлауға болмайды. Жаңағы баланы полицияға қамады. Өйткені жануарларды қорлағаны үшін. Маған